Менің есімім Алмат Алия Кимов Жасланұлы, 1992 жылы туылғам. Теміржол саласында 2012-ден бастап 10 жыл істеймін. Қазіргі уақытта поездной диспетчер болып істеймін теміржолда. Поездной диспетчердің қазіргі жұмысым ең бірінші қауіпсіздік қамтамасыз ету және де жүк тасымалын қамтамасыз ету. Қадағалаймын, қазіргі өзімнің қолымдағы астымдағы Астана станциясы. Бұл Астана станциясында ең бірінші бүкіл Қарағандыдан, Павлодардан, Есілден, Атбасардан келетін барлық, Барауыдан келетін барлық бүкіл пойыздар кіруін, қалай жүк пойыздар кіріп, соны қадағалаймын. Менің артымда система тұр. Қай пойыздың қай жолда, қай точкада келе жатқанын көрсетеді. Пойыздардың қай уақытта қабылданғаны, уақыттары компьютермен оң жағында тұрған компьютерде уақыттары көрсетіледі. Әр уақытқа, әр пойызға өзінше қамтау берілген уақыттар бар. Сол уақытпен тұрып кету керек. Жолдың болмауы пойыз қабылдау. Пойыздың көптігінен кейде болады. Жол қабылдайтын жол болмай қалады. Кейде жолаушылар пойызында қабылдайтын жол болмай қалады. Сондай жағдайлар болады. Сол кезде ең қысқа уақытта мерзімде ойланып, қабылдап, түпкі решениесін қабылдау керек болады. Пойыздар кешігіп келетін себебі, мысалға, трассаны алатын болса, трассада ремонт болады, сол кезде жабылады. Темір жолда да дәл сондай, каждый жаз бойы, именно жаз кезінде кешігіп келетін себебі, жазда сондай ремонттар болады. Темір жолшылардың, көтейістердің өздерінің ремонттары болады. Соған байланысты оларға вариантный уақыттар береді. Темір жол, именно пассажирский пойыздарға. Вот сол уақыттан кешігіп келеді. Кейбір жерде уже әрқайсының өзінің причиналары болады. Кейде локомотив басындағы тартушы локомотив сынып қалады, кейде. Бұлай негізгі нелері соны ақноға байланысты. Қателік жібермеуге тырысамыз барынша. Ұмытпау үшін өзімізде арнайы оң жағымызда график бар, сол графикке жазып отырамыз. Еңбек жолым диспетчерге болғанға дейін 2012 жылы Алматыда АГ-КТК деген колледжді бітірдім. 2012 жылы 40-шы станцияға, 40-й станциясына прямоздатчик болып жұмыс істедім. Одан кейін товарный кассир болып істедім. Одан кейін сигналист болып істедім, составитель болып істедім, дежурный по парку болып істедім, второй болып істедім, постоянство централизации, маневровый диспетчер болып істедім, маневровый диспетчер, дежурный по станции болып істедім. Диспетчер болып отырғаныма осы 2019-дан бастап диспетчермін. Жұмысымның ұнайтын жақтары бұл ең бірінші өзімнің таңдаған профессиям, оқыған оқуым. Қызығушылыққа тоқтамайтын жол, темір жол, пойыз, үздіксіз жоқ, отыратын уақыт жоқ, қарап отыратын тоқтамайтын жұмыс. Жұмысқа келдім, жұмыспен айналысасың. 12 сағат үзіліссіз жұмыс. Солмен қызық. Жастарға енді әртүрлі мамандық көруге совет беремін. Өздерінің ұнатқан профессияларында істесе, ең бірінші жұмысқа келер алдында бірінші мақсат беретін, қандай жұмыс істесе де жақсы көріп істеу керек, адал жұмыс істеу керек. Соның нәтижесінде көтеріледі деп ойлаймын.